Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, көрермендер. Бүгін сіздерге Google Slides-та презентация жасаудың артықшылықтары туралы айтатын боламын. Жалпы Google Slides-та презентация жасаудың қандай артықшылықтары бар? Ол үшін әуелі сіздерде Google аккаунт болу керек. Менде бұрыннан ашылған Google аккаунт бар, Gmail. Оң жаққа назар аударатын болсақ, төртбұрыш белгіні көреміз. Бұл Google-дың қосымшалары бар бұның ішінде. Осы құжаттардың ішінде біз презентация деген құжатты ашамыз. Google Slides немесе Google презентация. Осылайша алдымыздан үлкен терезе шығады. Google Slides-тың бір ерекшеліктері ол интернет арқылы жасалады және ол Google дискіде сақталады автомат түрде, өте тиімді. Жаңа презентациямызды жасауымыз үшін біз бос файлды ашамыз. Алдымыздан тағы да осындай үлкен терезе шығады. Бірінші, сол жақта слайдымыздың макетін таңдаймыз, үшбұрыш белгіні басамыз. Мысалы мен мына бетті таңдадым. Қосу батырмасын басу арқылы жаңа беттерді ашуға болады. Енді оң жағымызға қарасақ, тақырыптар деген белгіні көреміз. Яғни шаблондар, бұл жерде әртүрлі шаблондар бар. Соның ішінде өзіңізге қалаған түсті, қалаған нұсқаны таңдауыңызға болады. Мысалы, мына көгілдір түсті таңдап көрейік. Тақырыбымызды жазып қояйық. Мәселен, үндестік заңы дейміз. Әдеттегідей шрифтімізді таңдаймыз. Бұл жерде әртүрлі шрифттер бар. Және қосу батырмасын басу арқылы біз шрифтті үлкейтеміз немесе кішірейтеміз. Оң жақтағы үш нүктені бассақ, бізде ортасына қою, шет жағына қою сияқты белгілер шығады. Тақырыбымызды жаздық. Енді ставка деген жерде фигуралардың ішіне кіріп көрейік. Онда әртүрлі пішіндегі әртүрлі фигуралар бар. Мысалы, мына фигураны алып көрейік. Сұр белгіні кетіруіміз үшін жоғары жақта заливканың түсін таңдаймыз. Мысалы, мәселен, көгілдір түсті таңдайық. Оның жанында жиектің қалыңдығы, мәселен, 3 деп таңдайық. Және жиектің түсі жазуымызға болады. Мысалы үшін, былай дейік, дыбыс буын үндестігі деп қояйық. Мәселен, шрифтіміз бірдей болу керек, таңдаймыз. Тура бұл әдеттегідей өздеріңіз жасап жүрген, бірақ бұнда көптеген ерекшеліктері бар. Осындай біз фигура таңдадық. Енді жаңа бетімізді ашуымыз үшін мынандай белгіні басамыз. Қосу батырмасын. Сонымен біз, құрметті достар, қос файлды ашу арқылы сайтын жасадық, макетін таңдадық, жаңа бетті аштық, тақырыптардың ішіндегі өзімізге қажетті тақырыптарды, шаблондарды таңдадық, шрифтті ретке келтірдік. Мына жерде мәтін жазатын алаң бар, мысалы. Мәтін жазатын алаңды біз қоятын болсақ, бізге осындай мәтін жазатын алаң шығады. Оған да жазуға болады, үлкейтіп, немесе кішірейтіп жасауға болады. Түстерін таңдап деген сияқты. Енді тағы бір ерекшелігі, егер де сізге осы мына тұрған дайын тақырыптардың ішінен қажет болмаса, өзіңіз Google-дан қажетті фонды таңдау болады. Мысалы, мен көгілдір фонды іздеп көремін. Google жазамын, презентацияға арналған көгілдір түс деп. Өте көп сан түрлі әдемі фондар шықты, түстер. Мынаны таңдап көрейін, мәселен. Суретті көшірем, параққа қоямын, тиісінше үлкейтемін. Осылайша кез келген жаңа бетті ашу арқылы сіз өзіңізге қалаған түсті таңдауыңызға болады. Немесе жасыл түсті таңдап көрейік, мысалы. Алдымыздан сан түрлі фондар шығады, мысалы, мынаны алып көрейік. Осылайша қалаған түстеріңізді қоя аласыздар. Енді бұл аса қиын емес. Бұл жерге көшіріп алған фонымызға енді сөз жазуымыз үшін біз мәтін жазатын алаңды таңдап, қажетті сөзімізді, мәтінімізді жазамыз. Немесе мына жердегі жаңағы ставкадағы фигураның ішінде әртүрлі белгілер бар, мысалы. Оны заливканың түсін таңдау арқылы әртүрлі түске бояуға болады, үлкейтуге болады, кішірейтуге болады. Өздеріңіз қарасаңыздар, әртүрлі белгілерді көре аласыздар. Мәтін жазған кезде тағы басқа қажеттіліктеріңізге байланысты үлкейтіп, кішірейтіп қолдануға болады. Енді тағы бір көрсете кететін бір мәселе, Google Slides-тың, яғни Google презентацияның тағы бір ерекшелігі, бұл жерде біз фонды былай өзгерте аламыз. Мысалы үшін, фонды өзгерте аламыз, осы жерде тұрып. Фонды өзгерту деген белгі бар. Сол жерді бассақ, сан түрлі түстер шығады. Соны өзіңіздің қалаған түсіңізді таңдап өзгертуге болады. Мысалы үшін мынандай түсті қоюға болады. Немесе кез келген басқа түсті таңдауға болады. Яғни әртүрлі түске бояуға болады. Осы жерден макетті де таңдауға болады. Мысалы, әртүрлі макеттерді, осы слайдтың ішінде түрлі макеттер бар. Енді тағы бір ерекшелігі Google Slides-тың. Бұл презентацияға видео қоюға болады. Мысалы,
видео өздеріңіздің ютубқа барып қалаған тақырыптарыңызға сай қалаған видеоны іздеп қоя аласыздар. Мысалы мен көмектес септік деп жазамын іздеу жүйесіне ютубтың. Көмектес септіктің көптеген түрлері шығады, алайда маған өзім жасаған видео қажет болып тұр. Яғни бұл автомат түрде қойылды. Қосып көрейік. Сәлеметсіздер ме тіл үйренушілер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көмектес септік. Творительный подъем. Осылайша. Және тағы бір ерекшелігі, осы жерден аудионы да қоюымызға болады. Вставканың ішінде аудио. Ол сіздің Google дискіңіздің ішінде дайын аудио болса, оны қоя аласыз, немесе дайын аудио болса, мынандай аудионы қойып көрейік. Қандай аудио бар, өзіңізде соны қоя аласыз. Мысалы, мынандай аудио бар екен. Жылжытайық. Енді қосып көрейік. 4-ші тақырып. 1-2 сабақтар. 4-ші тапсырма. Адам құқығы. Адамның өз мүдделерін заң шеңберінде. Міне осылайша құрметті көрермендер, құрметті оқырмандарым, Google сайыстың көптеген артықшылықтары бар. Артықшылықтары тек бұнымен шектелмейді, ауқымы өте кең. Тағы бір ерекшелігі көрсетіп кетейін. Мына жерге сурет қоюға болады. Сурет. Мысалы, компьютердегі дайын суретіңізді қойыңызға болады. Мысалы, кітап деп жазып көрейін. Қандай суреттер шығады екен? Кітаптың сан түрі шықты мысалы. Соның ішінде мына бір кітапты қоюға болады. Қоюды басамыз. Бізге мынандай нұсқадағы кітап шықты. Немесе тағы басқа іздеп көрейік. Қаламды іздеп көрейік. Мындай қалам PNG деп форматта іздесек, ар жағында фон көрінбейді. Өте тиімді форматта қойған. Міне. Ар жағында ешқандай көлеңке көрінбейді. Осындай суреттерді қойға болады. Немесе таудың сурет іздеп көрейік. Әртүрлі табиғатқа қатысты, өзінің тақырыбыңызға қатысты әртүрлі суреттерді қоюға болады. Яғни бұл Google Slidestың, Google презентацияның бір ерекшелігі. Қажетінше бұны кішірейтесіз, үлкейтесіз. Жалпы неғұрлым мындай PNG форматта қойған дұрыс әдемірек көрінеді. Артында өйткені олардың ешқандай көлеңке қалмайды. Енді сіздерге тағы бір артықшылығын осы Google презентацияның, Google Slidestың тағы бір артықшылығын көрсетіп кетейін. Переход дейді. Яғни қозғалыста болады бұл жерде. Жанды қозғалыста. Онда әр түрлері бар. Мысалы, куб дейді, галерея. Галереяны алып көрейік. Онда біз орташа деген белгіні көрейік. Тез деген белгіні басуға да болады. Баяу деген белгіні басуға болады. Енді қосып көреміз. Осылайша біздің слайдымыз қозғалысқа түсті. Сол жаққа назар аударатын болсақ, бәріне мынандай скрипканың белгісі қойылды. Мына жаққа да мысалы бір переходтық көрейік. Мынаны қойып көрейік қалай болады екен. Средний. Енді қосып көрейік. Сәлеметсіздер ме тіл үйренушілер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көмектес. Біздің қозғалмалы жаңағы қозғалыстағы слайдымыз, яғни переходтар. Осындай бейнеде өзгертуге болады. Енді сақтауға келетін болсақ, соңғы сатысы сақтау. Сақтаған кезде біз электронды поштаға жіберуімізге болады. Мұнда өзіңіздің қалаған адамыңызға мысалы жіберсеңіз, автомат түрде ол жіберіледі. Және сақтаған кезде тақырыбын жазып қояйық. Жаңа үндестік заңы деп. Мысалы үшін бұл автомат түрде Google дискіде сақталып тұр. Енді сақтаған кезде жүктеу деген белгіде, PowerPoint белгісінде, PDF белгісінде, қарапайым мәтін бейнесінде, немесе слайдтың сурет бейнесінде сақтауға болады. Бізге қажеттісі әрине слайд PowerPoint түрінде сақтаймыз. Міне сақталды. Анимация деген белгі бар. Бұл анимацияны таңдауымызға болады. Анимация қосу. Яғни бұнда анимацияның түр-түрі бар. Мысалы үшін үлкейтуді алып көрейік. Қалай болады екен. Сәлеметсіздер ме тіл үйренушілер? 4-ші тақырып. 1-2 сабақтар. 4-ші тапсырма. Адам. Біздің жаңа қойған аудиомыз. Мынау қойған біздің бейнеміз. Сәлеметсіздер ме тіл үйренушілер?
Бүгінгі өтетін тақырыбымыз барлығы өз орнына жақсы сақталған. Мынау біздің қозғалмалы переходтарымыз. Құрметті достар, құрметті оқырмандар, бүгін мен сіздерге Google Slides'та презентация жасаудың артықшылықтары туралы қысқаша мәлімет бердім. Жалпы Google Slides'та презентация жасаудың артықшылықтары өте көп, мұнымен шектелмейді. Сіздерге қысқаша бұл туралы айта кеттім. Бұл мәліметтер баршаңызға пайдалы болды деген ойдамын. Оның қызметтері ауқымды және өте тиімді, автоматты түрде сақталады Google дискіге. Сау болыңыздар.